Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен ең дәмді, ауыздарыңызда еритін осындай қабаттары көп Наполеон рецептімен бөлісемін. Дәмі деген супер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Онда бастадық. Алдымен қамырын елеп аламыз. Електен шығарылған ұнымызға бөлме температурасында жұмсап тұрған сармайымызды салып, немесе маргаринімізді осылай ұнмен бірге екі қолымызбен крошка жасап аламыз. Жақсылап ұн мен сармай осылай бірігіп кету керек бізде. Ортасын кішкене ашып, бір жұмыртқамызды және де суымызды құямыз. Жарты чайный ложка уксусымызды салып, енді жақсылап қолға жабыспайтындай етіп қамыр елеп аламыз. Бізде кішкене ұн жетпей қалды. Сіздерге полный рецепті описание бөліміне жазып қалдырамын. Кішкене ұн салып, осылай сәл-ақ кішкене қолға жабысатындай осындай қамыр болады бізде. Енді столдың үстіне түсіріп, ортасынан екіге бөліп, 10 бөлекке бөліп аламыз, 10 зубала етіп. Көз мөлшермен бөлсеңіздер болады, осылай, немесе жаңағы таразының көмегімен бөлсеңіздер болады. Тақтайға қойып, бетіне пакетін жауып, 2-3 сағатқа кем дегенде холодильникке тындырып қоямыз. 2-3 сағаттан кейін осылай столдың үстіне кішкене ұн сеуіп жіберіп, жабысып қалмау үшін осылай жайып аламыз. Өздеріңіздің формаларыңызға қарай. Мен 4 бұрышты листке арнап істедім. Сіздер өздеріңіз домалақ етіп істесеңіздер де болады. Размерлерін өздеріңіз білесіздер. Осылай 4 бұрыш етіп жайғаннан кейін жаңағы листіміздің ішіне қойып аламыз. Бұл кезде уже пешті қыздыртып қоямыз. Вилкамен жақсылап жан-жағын, үстілерін, барлық жерін ісіп кетпеу үшін тесіп шығамыз. Менде сонда да бірақ осылай болып ісіп шықты. Қараңыздар, кішкене қатты қызарып кеткендер де болады. Сәл сарғайса болды. Сол кезде осылай барлығын пісіріп аламыз. Бізде 10 коржда пісіріп алдым бұл жерде. Енді креміні жағып дайындап аламыз. Креміне бізге бөлме температурасында тұрған тағы да сармай қажет болады. Сапалы 80% жаңағы сапалы сармай қолдансаңыздар, кремнің дәмі әдем болып шығады. Жұмсақ сармайымызды алдымен осылай аппақ болғанға дейін миксермен араластырып аламыз. Кейіннен барып сгущенкамызды құйып, осылай миксерлеп аламыз. Менде бұл жерде 1 литр сгущенка кеткен. 800-900 грамм 1 литр салсаңыздар болады, өте әдемі болады. Одан көбі уже қатты тәтті болып кетеді. Міне біздің креміміз дайын болды. Енді листімізға корждарымызды қойып, үстінен осылай 4-5 қасықтан құйып шығамыз. Сұйықтау болған дұрыс. Осылай қараңыздар, қазір біз бұны щеткамен жағатын боламыз. Оны қасықпен немесе басқа затпен жаға алмайсыз. Неге десеңіздер, біздің корждарымыз піскен кезінде жаңағы үгітіліп, үгілмелі, әдемі песочный болып шығады. Сын кетуі мүмкін, сондықтан жаңағы әр коржды қойып, үстінен 3-4 қасық, 5 қасықтай құйып, осылай щетканың көмегімен бетіне жағып шығамыз. Егер кремі көп болсын десеңіз, қатты тәтті болсын десеңіз, 1,5 литр сгущенка салсаңыздар да болады. Енді ол өздеріңіздің қалауыңызға, маған 1 литрдің өзі де жеткілікті. Әр корждарды қойып, үстіне осылай 3-4 қасықтан креміні құйып, жағып шығамыз. Менде кейбір корждардың кейбіреулері кіші, біреулері үлкен болып тұр, көріп тұрғаныңыздай. Соны жақсылап үлкендеу етіп жая беруге тырысыңыздар. Неге десеңіздер, піскен кезінде қамыры, тестасы ыстыққа кірген кезде жиырылып қалады екен, пісіп жатқан кезінде. Сондықтан байқап, әдемілеп кесіп, барлығын бірдей етіп пісіруге тырысыңыздар. Осылай барлық корждарымызды кремін жағып, әдемілеп тегістеп жағып шығамыз. Міндетті түрде жасап көрулеріңіз керек. Өте күшті болып шығады. Қараңыздар, қабаттары өте керемет, осындай биік болып тұр. Біз бұны қазір бірдей етіп басамыз үстінен. Сол кезде жаңағы соның өзінде де әжептәуір биік болып шығады. Дәмі деген керемет болып шығады. 9 коржға крем жақтым. 10-ші коржды осылай бетіне ұнтақ етіп сеуіп жібердім, крошка етіп. Шетін кесіп алған болсаңыздар, басында пісірместен бұрын сомен істесеңіздер де болады. Мен олай жасаған жоқпын. 9 коржға крем жағып, 10-ші коржды осылай крошка етіп, майдалап, езіп алдым бетіне сәндегенге. Ол енді өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. Мен шеттеріне, жан-жақтарына сеуген жоқпын.
Енді үстіне тақтайымызды қойып, сабыз тақтай тамақ кезге істетілетін, соны қойып үстіне жақсылап басамыз. Бізде корждардың арасына бір-біріне жабысып, әдемі бір келкі болып жабысу керек. Бір түнге холодильникке қойып қоямыз, немесе 4-5 сағатқа. Содан кейін барып шеттерін кішкене кесіп тегістеп алсаңыздар болады. Қараңыздар, кесілуі өте күшті болып шыққан. Жеген кезде енді арасында қабаттарын қараңыздар, өте керемет. Заказ қабылдап сатсаңыздар да болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған қатты ұнады.